Хабар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Біз сіздермен өткен 3 сабақта фонетиканы бітірдік. Фонетикадан берілген ең соңғы тапсырма бізде мынау ықпалдар мен мысалдарды сәйкестендіргеніміз болған. Бұл жерде дұрыс жауабы А, мынау А. Бірінші, түбір мен қосымшаның арасындағы ілгерінді ықпал. Ашсын, қашса, кітаптар. Екінші, біріккен сөздегі кейінді ықпал бұл В. Аманбек, Бозжорға, Сарыарқа. Аманбек деп айтқанда Б, Н-ға әсер етіп алдындағы артқа қарай М болып естіледі, Аманбек деп айтылады. Бозжорға, Ж, З-ға ықпал жасайды, З, Ж-ға айналады, Бозжорға. Сарыарқада А ықпал жасап, Ы дыбысы мүлдем алынып тасталады. Айтылғанда Сарыарқа болады. Екіншісі В жауабы. Үшінші, түбір мен қосымшаның арасындағы кейінді ықпал. Бұл А жауабы мына басшылық, жауынгер, кейінді ықпал. Кейінді ықпал. Басшылық Ш-ға айналады. Н жауынгер Н-ға айналып айтылады. К Г-ге айналып кеткен. Төртіншісі, біріккен сөздердегі ілгерінді ықпал. Бұның жауабы Б. Балғожа алдыңғы дыбысқа әсер етіп тұр. Сәтпай Б П-ға айналып тұр. Әрқалай Қ Г-ға айналып тұр. Сонымен тұтас дұрыс жауабы А болады екен. Егер сіздерде де осындай жауап табылған болса, мен өте қуаныштымын. Төртінші сабақ лексикология. Лексикологияда фонетика сияқты тіл туралы ғылымның ең үлкен белді тақырыптарының бірі, саласының бірі. Онда негізіне қаралатындар синоним, амоним, антоним. Сіздерге аты бастауыш мектептен таныс. Сөздердің шығу тегі, сөздіктер, тілдегі сөз байлығы, сөздің лексикалық мағынасы және көп мағыналы сөздер. Амонимдер жазылуы бірдей, бірақ мағынасы басқа сөздер. Мысалы, 100 деген сөз заттың санын білдіреді. 100 деген сөз бет, келбет деген мағынаны білдіреді. 100 деген сөз қимыл, суда жүзу деген мағынаны да білдіреді екен. Немесе ақ заттың түсін білдіреді, ақ қимылды білдіреді, суақты, ақ сүт, айран деген сөздердің атауы болып есептеледі, ортақ аты. Іш қарны, дене мүшесі, іш қимыл, суды іш. Ат деген есім, ат қимыл, мылтықпен ату, ат жылқының түрі. Ай планета, ай жыл мезгіл. Демек, мына мысалдардан байқап отырсыздар, амонимдер жазылуы бірдей, бірақ мағынасы басқа сөздер. Мысалы, тапсырма бойынша қарап көрейік. Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздердің атауын табамыз. Қарама-қарсы ол бізде антонимдер, қазір оған тоқталамыз. Амонимде сөздерді көрсетеміз. Гүлнар мектепке барды, ол ақылды бала, айт болды. Уақытты бағала, айгүл зерек оқушы. С жауабын қараңыз. Айт болды, айт деген сөз. Қимылды да білдіреді, бірдеңені айт деп айтады. Немесе айт деген қазақтың ұлттық діни мейрамын айт деп айтады. Амонимдердің қатарын табамыз. Ерімітін елақтар, ерақтар, көк алма, оны алма, қарақұс, жыртқыш құс, жаны жаз, көңілі көп, айту, бару, қайту. Амонимдегі қатар қайсы? Әрине, көк алма және оны алма. Алма деген сөз мұнда біріншіден қимыл етістігі, болымсыз етістік, екіншіден заттың аты. Керісінше, біріншіден заттың аты, екіншіден қимыл етістік. Екінші түрі синонимдер. Жазылуы әр басқа, бірақ мағыналары бірдей сөздер. Мысалы, оқушы, шәкірт, мағынасы бірдей, жазылуы басқаша. Кісі, адам, мағынасы бірдей. Сұлу, әдемі, көрікті, әсем, көркем, ажарлы. Мағынасы бірдей, бірақ 5 түрлі сөзбен берілген. Оқымысты, білімді, сауатты, зиялы, ол да мағынасы бірдей. Мұғалім, ұстаз, оқытушы, мағынасы бірдей. Сәл айырмашылығы болуы мүмкін, бірақ ол мәселе онда емес. Жалпы беріп тұратын мағынасы бірдей. Біз айтамыз ғой, қазақ тілі өте бай дейміз, дұрыс па? Қазақ тілі сондықтан да бай. Өйткені онда синоним сөздер көп. Тапсырмалар.
Дамыту сөзінің синонимін табыңыз дейді. Ғарыштау ма, өсу ме, өркендету ме? Қайсы дамыту деген мағынасын береді? Дамыту, әрине өркендету. Синоним сөздері бар сөйлемді табыңыз. Шашы ұзын ақылы қысқа, жаман айтпай жақсы жоқ, еңбек етсең емерсің, бұл өзі бір есті бала, ақылды бала, мен де келіп кетемін. Тауып көріңіздер. Әрине бұл өзі есті бала, ақылды бала. Есті, ақылды деген бірдей мағынаны беріп тұр. Есті, ақылды білімі бар, тәрбиелі балаларды туралы осылай айтуға болады. Келесі, синонимнің анықтамасын көрсетіңіз дейді. Анықтамасы қайсы? Сіздер дұрыс таптыңыз деп ойлаймын. Жауабы С. Жазылуы бірдей, бірақ мағыналары басқа сөздер. Синоним сөздері бар сөйлемді табамыз. Синоним сөздері бар сөйлем. Жаңа айтқан есті бала, ақылды бала қайталанды. Келесі сөздің түрі антонимдер. Антонимдер мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Тапсырма. Қараңыз. Үлкен сөздің антонимі. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөз. Үлкен сөздің антонимі қайсы? Әрине кіші. Антонимнан ішінде қайсы антоним? Биік, аласа, әдемі, сұлу, жаман, нашар. Ұстаз, оқытушы, қайратты, жігерлі. Әрине биік, аласа. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы. Антонимі бар қатарды белгілеңіз. Мына сөйлемдердің қайсында антоним бар? Өмірдің, мен айтар едім, өмірдің ащысы мен тұщысын қатар келіп көріп келе жатқан бұл бір бейбақ. Ащысы және тұщысы. Мәтінді қарап көрейік. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда аттың екі тағасын көріп баласына: балам, анау тағаны ала жүр дейді. Бала әкесіне: әке, сынып қалған ескі таға ғой, пайдасы жоқ, не қыламыз оны дейді. Әкесі үндемейді, тағаны өзі иіліп жерден алады да жүре береді. Олар қалаға жақындайды. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Әкесі жолда тапқан ескі тағаны сол ұсталарға 3 тиынға сатады. Одан біраз жер өткен соң саудагерлерден 3 тиынға шие сатып алады. Әкесі шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бір-бірден жеп, баласына қарамай жүре береді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түсіп кетеді. Соңынан ілесіп келе жатқан бала жерге түскен шиені жерден алып, аузына салады. Біраздан соң әкесінің қолынан тағы бір шие түсіп кетеді. Одан кейін тағы бір шие түседі. Сонымен бала әр жерде әкесінің қолынан түскен шиені 10 рет иіліп жерден алып жейді. Ең соңында әкесі тұрып: көрдің бе балам, тағаны жарамсыз деп жерден бір ғана рет иіліп көтеріп алуға ерлік едің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп бір еңкейдің орнына 10 рет еңкейдің. Бұдан бұлай есіңде болсын: аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете алмасаң, көптен құр қаласың дейді. Бала ұялып, әкесін түсініп, оның сөзін ешқашан ұмытпады. Түсіндіңіздер ғой, бұл мәтін сіздерге таныс болуы да мүмкін. Еріншек бала, ақылды әке, еңбек ету, нан тауып жеу. Көрдіңіз бе? Сұрақтарды көрейік. Мәтіндегі таға деген сөз не? Жұмыс па? Қиыншылықтар ма? Темірші ұста ма? Әлде аттың тұяғына қағылатын аттың әбзелі ме? Әрине соңғысы. Таға деген аттың тұяғына ат мұзда тайып кетпес үшін қыстың күні тағылатын темір ат әбзелі. Темірден жасалған ат әбзелі. Мәтіннің бірінші азат жолында қанша етістік бар дейді. Бірінші азат жолында қанша етістік бар? Санап көруге болады. А жауабы 3 етістік бар. Асты сызылған сөздің синонимін табыңыз. Асты қай сөзде сызылып тұр? Мұнда бар: ілесіп. Соңынан ілесіп деген сөзде қай сөз синонимі не? Ілесіп. Әрине артынан, соңынан еру. Артынан қуу емес, еру. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін мақал.
Қандай мақал осы мәтіннің мазмұнына сәйкес келеді? Отан үшін отқа түс кимейсің бе? Бұл жерде әңгіме патриоттық туралы ма? Ел құлағы елу деген келе ме? Ер азығы қанағат деген бола ма? Кекшіл болма, көпшіл бол. Осы төртеуінің ішінде ер азығы қанағат деген мақал осыған жарайды екен. Өйткені небәрі сынық таға. Бұлай қарасаң, ол өзі сынық, баланың өзі айтты ғой. Аке, ол қайтесі сынық қалған ескі таға ғой, пайдасы жоқ, не қыламыз оны дейді. Дегенмен, сынып қалған тағаның өзін 3 тиынға сатып, әкелі балалы екеуі қанша жиі жеді. Демек, бар нәрсеге қанағат ету керек екен. Міне осымен лексиканың алғашқы бөлімін біз өттік. Біз не оқыдық бүгін? Амоним, синоним, антоним жайлы мағлұмат алдық. Егер өздеріңізге қажетті деп есептесеңіздер, мына беттерді суретке түсіріп алуға болады. Тақырыптарын түсіріп алыңыздар. Ал қалған синонимнан, амоним, антоним мен басқаларын келесі сабақтарда өтеміз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сабақ аяқталды. Балалар, сау болыңыздар.